Бүгін бізде сценарий бойынша не? Солға бұрылыстар. Солға бұрылыстар. Значит, оңған тапсырдыңыз, е? Иә. Білем ба? Жоқ, жүре алмаймыз. Неге? Неге? Мен соны сұрап тұрмын. Неге? Ой, молодец, маған айтып қойыңызшы, ремень тағып ал деп. Ремень тақ деп оқушылар айтпаса тақпаймын, мен білесіз ғой. Ал, бисмиллахи рахмани рахим. Мен ремень тақтым. Енді жүре беруге не болады екен? Оңға поворотник қосамыз, қараймыз. Таза ма? Сөйтіп кеттік, газбен шыға береміз. Бірінші полосаға жүре беріңіз, оң жақтағы. Асықпаймыз. Плавно руль түзейміз. Міне, Аллаға шүкір, повороттарыңыз тәуір оқыпты. Поворотта поворотник не? Өзі сөнеді екен. Я, біз сөндірмейміз, қаржа. Өзі сөнетін болғаннан кейін сіз сөндірмейсіз. Газ беріп кете береміз. Накат жібереміз. Светофорға 50-100 метр қанда поворотник қосылады. Бірақ поворотқа дейін поворот болса, мына поворот өткеннен кейін барып қосамыз. Есіңізде ғой да? Жүре береміз. Алдыңғы доңғалақ өткенде оңға бұрамыз. Бордюрдің біткен жерінен тоқтаймыз, келесіне шығамыз. Стоп линияны көріп тұру керек. Есіңізде ма? Қаншасыншы күн бүгін? Маған қараңыз кән. Былай қарасаңызшы. Қалыңыз қалай амансыз ба? 4-ші күн қалай? Қобалжу басылды ма? Шыныңызды айтыңызшы. Кішкене басылды. Біздің оқырмандарға айтып қойыңызшы, қобалжу басыла ма, басылмай ма? Біреулер ойлайды, мысалға, инструктордан кейін де өзімді неуверенно сезінемін дейді. Жоқ, уверенность пайда болды. Бәрібір. Ол ненің арқасында? Қайта упражненияларды қайталағанның арқасында, және не? Мен сізді упражненияға жалғыз жіберіп жүрмін ба? Вот, сол үшін. Стоп линия. Стоп линияны қар баспаса қайда қарайды екенбіз? Тоқта, стоп деген тақтайшаға 1 метр жетпей тоқтайды екенбіз. Кеттік, ал газ бере береміз. Разворот жасағандарды біз өткіземіз бе, жоқ па? Өткіземіз, молодец. Разворот жасап, завершать етіп жатыр бұлар. Бұларды өткіземіз. Оңға бұрамыз, рульді оңға бұрамыз. Сол жақталар сізді өткізеді. Но ақ машине сізді өткізеді. Бірақ ол арғы полосаға қашып баратыр. Адамдардың оң жақтан өтіп жатқан пайдаланып жүре беріңіз, кеттік. Ортаңғы полосаға түсе берсеңіз де болады. Ол сізді өткізеді. Солға поворотник қосамыз. Енді уже өткізбейді, өйткені сіз бірінші полосаға түсіп қойдыңыз. Таза ма Салжан? Жоқ. Күтеміз таза болған. Жүре беріңіз, тура асықпай. Мақұл, өшіресеңіз поворотник болды. Шықпасақ, шықпай-ақ қойсылайықшы. Осымен ақ жүре беріңіз, жарайды. Алдымызға қараймыз, оң жақтан X деген знак тұр. Көрдіңіз ба, жоқ па? Не алған знак? Стоянка запрещена. Стоянка запрещена. Сіз өтірік айтқанда түріңіз өзгермейді екен, е? Остановка запрещена етіп айтып қойыңызшы. Яғни ол белгі қанша метрге дейін тоқтауға болмайды? 100 метр ма? Бәрекелді, кеттік, газ. Молодец. Дұрыс емес деп қоясың. Остановка запрещена. Бірінші перекрестікқа дейін тоқтауға болмайды екен, е? Бірінші перекрестік? Я, бірінші перекрестік. Бірінші перекрестік қазір өтіп кетті ғой, перекрестік. Сол жерге дейін ғой. Түсіндіңіз ба? Солға поворотник қосамыз. Сол айнаға қараймыз. Таза ма? Кім қап-қара машина келіп жатыр ма? Дәу джип. Асықпаймыз. Тормоз плавный. Тормоз джиптен кейін шығамыз. Асықпаймыз. Тоқтаймыз. Өткізбесе күтеміз осы жерде. 70-дан кейін шыға саламыз, бос-боса. Асықпаймыз. Таза ма? Содан кейін бол шыға береміз, кеттік. Алдымызда қызыл бағдаршамнан солға кетеміз. Газ беріп кете береміз. Поворотник сөндіресіз. Ой, молодец. Сөндірмеймін деп жаман қатты уайымдадым ғой мен. Жердің сүріне бұрыламыз. Мақыл, жарайды. Сүравына бұрылатын болсақ, онда қазір 3-ші прожекторын столбқа барғанда қосамыз, есіңізде ма? 50-100 метр. Қалада, населенный пункттарда бізде 150-200 метр алдын ала қосылу керек поворотник. Солға поворотник қосамыз. Разворот запрещен. Қабылдан жүре береміз. Жолдың ортасына шығамыз, қарама-қарсы бетті өткіземіз. Сосын барып не? Солға бұрылады екенбіз, е? Асықпаймыз. Шықтық па? Бәрекелді. Жоқ қояды. Тоқтаймыз. Ортасына шығамыз. Бол, бұра беріңіз. Бұра береміз. Жүре береміз, кеттік. Қарама-қарсы бет жоқ қой, жүре бересіз. Түзейміз. Мама, не деген бұрылу мынау? Оңға поворотник қосамыз. Біз әлі солған тренировать етпедік қой, көрдіңіз бе? Көрініп тұр. Солған тренировать етпегеніміз. Мына бізді өткізіп жатқан жоқ, қараңызшы. Өтіп кетсін, так что. Қара машине арғы полосаға шығып бара жатыр. Қараңыз жақсылап, көрдіңіз бе боковойдан? Ана полосы кетіп бара жатыр уже. Өшіреміз поворотник. Молодец. Болды, осымен тура кете береміз. Қазір біз солға тренировать етуге бара жатырық. Байтұрсынов, Нажмединов, Тәуелсіздік деген көшелерге барамыз. Қашан накат жібереміз, аяқ тормозда асықпаймыз, ақырдан тоқтай береміз. Екі доңғалағына жетіп тоқтауды не? Ұмытпаймыз. Жүре берсін, кіре берсін. Кеттік, газ береміз. Бізден ақ көңіл адам жоқ. Мама, сигнал беріп отыр, прикиньте.
қорқып кеткенсің ғой, қай жаққа тығыламын деп ше. Иә, бәрі кетіп отыр. Әу деп қоймайсыз ба? Әу десеңізші. Ой, молодец, кеттік, газ бере береміз. Оңға поворотник қосамыз. Таза ма? Қараймыз. Шыға береміз. Мына красавчик қой бізге сигнал беріп жатқан. Рахмет саған, брат дейсің ондайларға. Поворотник қосылып тұра берсін. Накат жібереміз, автобус жүретін болса өткіземіз. Жүрмейді ол, тұр екен, кеттік, жүре береміз. Автобус кіретін болса, оны өткізіп барып шығамыз. Осымен кетеміз. Астымен емес, оң жағымен. Газ береміз. Газ бар ма? Газ дегенде берсейші дегенде, ей деп поддержка беріп қоятын едіңіз ғой, есіңізде ма? Солға поворотник қосамыз. Молодец. Асықпаймыз. Жүре береміз. Солға қостыңыз ба поворотникта? Знак тұр, уступи дорогу деген. Жүре береміз, газ беріп. Денен бұрып қараймыз. Терезеден таза ма? Кеттік, шыға береміз. Біздің ряд таза. Бәрекелді. Газ береміз тағы да. Тағы бір полосаға. Солға перестроение. Мама сізге звондап отыр ғой. Так. 01-68 деп қояды. Иә, тура жүріңіз. Алло, саламатсыз ба? Гаухар сөйлей салмайды, ол қазір бәріне ренжіп қалған ол. Иә, жаман қатты ренжіп қалған. Сол үшін ол кісі қазір сөйлей салмайды, ренжімеңдер. Бұл кім? Бұл деген анау ғой. Тәуекел мүслиман ғой мен, иә. Жақсы аман болып тұрыңдар. Болдан айттым, телефон тасып салды. Кім екен білмеймін. Не болды? Алақанды серлеп кетті ма? Қой, терезе ашып таза ожытып қояйық, е? Терезе ашып таза ожытып қояйық. Біреу осырды деп ойлап қалмаңыз. Просто таза ожытып жатырық, білесіз ғой. Он жақта сап-сары знак. Қандай знак? Мына отырған? Главная дорога. Молодец, кеттік, газ бере береміз. Не үшін тұр екен ол знак ол жерде? Және регулировщик болмағанда. Вот, молодец. Знак «Главная дорога» работает тогда, когда не работает светофор и отсутствует регулировщик дейді, дұрыс па? Жүре береміз ортаға. Жолдың ортасына шығамыз, жасыл жанып тұр. Жүре береміз ортаға. Тағы да алға. Тағы да шығамыз, молодец. Тағы да шығамыз. Мынаған апарып тіреміз, жақындаймыз. Жақындаймыз, ұялмаймыз. Нөмірді жоқ екен мына қазақтың. Жақындаймыз тағы да. Тағы да жақындаймыз, қорықпаймыз. До конца рульді бұра береміз, жаймен деп. Стоп. Ойбай, қорықпайды, мамасын ес. Дайындаламыз. Кеттік, сары жан, жүре береміз. Көрдіңіз ба? Сарыға ақырын қозғаламыз, газ береміз, қызылға завершать етеміз. Сиямыз жүре береміз. Накат и түзейміз руль. Мама, кетті лақтыл тыңдамайды. Кеттік, газ береміз, Бұндай разворотты бірінші рет жасап атқасын шошып атсыз да, бұл үлкен перекресток разворот дейді. Бірақ біз қазір солғаны жаттығып болғаннан кейін бұны да жаттығатын боламыз. Және еще осыдан зачет тапсырасыз. Прикиньте. Бақыттысыз ба? Конечно, бақытты боласыз. Накат жібереміз қайттан. Неге қазір накат дедім? Өйткені светофор моргать етті. Болды, значит, тоқтауға дайындалады. Екеміз стоп линияға жетіп тоқтаймыз. Так, плавын тоқтаңшқа мен таң қалдырып. Мама жеп қалған қуанып. Әдемі. Енді оң жақта мына 3-1 знактың атын маған срочно айтып жіберсеңіз. Қайсы? Уступи. Жоқ, ол емес солға. Уступи дорогу. Дұрыс па? Не үшін ол уступи деп тұр? Қандай жағдайда біз уступать етеміз? Ар жақтан движение болса. Иә, қашан? Светофор істемегенде? Және регулировщик болмағанда біз уступать етеміз. Сұрақ, қалай уступать етеміз? Стоп линиядан шығып қарауға бола ма оңға солға, или стоп линиядан шықпай негізі уступать ету керек па правила бойынша? Правила бойынша стоп линиядан шықпау керек. Оң жақтан сол жақта автокөлік болса, правила бойынша жол жүру ережесінің қағидасына сүйенетін болсақ, біз тоқтау сызығынан шыға алмаймыз негізінде светофор жасамасашы. Бірақ оны шыға алмасаң, оң жақтағы мен сол жақтағы көрмейсіз ғой. Кеттік қазір сол себептен ақырын барлығы ортаға шығады автокөліктер. Түсініңіз ғой да? Негізінде жол жүру қағидасына сүйенетін болсақ, негізі шығуға болмайды екен. Газ беріп кете береміз. Сенімдірек. Сәл күліп отырсаң, түріңізді қарсам төбелесетіңіз ап отырсыз ғой. Бәрі жақсы, бірінші күн рульда отырған жоқ, сол себептен спокойно, күшті болып отыра беріңіз. Хорошо? Светофордың алдында бізде сплошной линиялар бар екен. Көрдіңіз бе? Қараңыз, үзік линия болып келді да, алдымызда мына жерде сплошной линия тұр. Бұл жерде бізге перестроение жасауға не? Болмайды. Егер де перестроение жасасаңыздар, штраф келеді за нарушение дорожных разметок. Бұл жерде қашпаймыз КамАЗдан, жүре беріңіз. Бірақ қарап отыру керек. Бұлар мынау мертвый зона мына жақ КамАЗдың. Бұл бізді көрмей қалуы мүмкін. Сол себептен тез кетіп қаламыз, не қалып кетеміз КамАЗдан. Егер де КамАЗ осындай жағдайда сізді қысатын болса, солға қарай, одан да тормоз беріп өткізесеңіз, хорошо? Бұл біз үшін динозавр. Ал біз ол үшін кімбіз?
пингвинбіз. Шли муравей кішірек кетпейтін шығарсыз енді. Хотя бы пингвин болайық та. Пингвин ана джиптар шығар. Оңға поворотник қосамыз. Әні шықты көрдіңіз бе? Қараймыз оңайына, таза ма? Қашен пүшендер жоқ па? Болды, шыға береміз. Не құрылым жылдамдық үлкен болған сайын, сол құрылым перестроенияға рульмен не? Қозғалыс аз болу керек екен. Алдымызда знак тұр, движение только прямо деген көрдіңіз бе? Движение прямо деген знак, яғни оңға қарай бұрылыс болса, сіз онда кіре алмайсыз деген сөз. Ол жақтан тек қана бер қарай шығады деген сөз. Оңға поворотник қосып жіберіңіз, бірақ бағдаршамнан оңға кетуге болады екен. Міне жүру бағдарының сызықтары. Біз қазір оңға кетеміз. Газ береміз, халқым. Халқым дегенде газ бересіз, қоясыңыз дей ма? Накат жібереміз. Алдыңғы доңғалақ бордюрдің біткен жеріне өткенде енді бұрамыз, кеттік. Плавно, оп, бәрекелді. Асықпаймыз, жұлқымаймыз рульді. Ой, молодец, болды, кеттік. Әдемі, өте әдемі түстіңіз. Претензия жоқ, как обычно. Өйткені оңға уже зачет тапсырып тастағыз. Сол себептен өзінше деген футболка киіп алып, смело бұрылып атыз оңға. Жоқ, рас, күшті бұрылып атыз, Аллаға шүкір. Алдымыздағы бағдаршамнан оңға кетеміз, жарай ма? Оңға? Жоқ, оңға. Айттым, оңға кетеміз деп. Жүре береміз. Накат жібереміз. Дайын отырамыз. Ал поворотник құтты болсын. Бәрекелді. Мына ғой үшін Ой, ұрыспаңызшы, құда баланы өткізсеңіз, ұят болады. Тем более Лексуста келатыр екен. Сіз бірінші сабақта жақсы едіңіз, екінші, үшінші сабақта мен ұрсайын дедіңіз, байқадыңыз ба? Алтыншы сабаққа келгенде бір парковка ма бірдеңе өтіп жіберейін деп жатқанда, жоғал менің машинемнен деп айқайламасаңыз болды, айтамын, қорқайын деймін. Бұл бізде мынау знак. Көрдіңіз ғой да, до конца солға перестроение жасадыңыз ба? Мінекей. Крайный левый, яғни сол жақ полоса тек қана солға кетеді, ал соседний полоса тура және солға кетеді. Сонда бұл жерде сіз қай полосаға түсу керексіз? Тек қана сол жақтан бірінші полосадан шықтыңыз, тек қана сол жақтағы бірінші полосаға түседі екенсіз. Келістік па? Молодец. Жүре береміз, қамаймыз арттан. Мына еще бірінші полоса, еще разворот жасай алады. Мына кобальт қазір разворот жасаса, накат жібереміз, көтені тартады, сосын өтеміз. Қараңыз, жасады разворот, көрдіңіз ба? Жақындаймыз, газ береміз, кеттен. Көтені тартты, машина артын тартты, ары қарай жүріп кете бересіз. Түсінікті ғой да? Газ бере береміз. Базар жоқ, түсінігіңіз мол екен енді мынау. Сосын мен сізден бірдеңе сұрайын дегенім, Гаухар ханым. Болды, уже сұрамаймын, рахмет. Поворотник? Иә, поворотник. Қазір қараңыз, маған айтыңызшы, не істейтініңізді? Жасыл жанады. Ортаға шығам. Қарама-қарсы свет өткізем. Сосын солға кетем. Қарама-қарсы свет бітпесе, өткізем. иә, сары түске ақырын қозғаламыз, қызылға қозғалысты аяқтаймыз. Мына алдымыздағы ақ кобальтті көрдіңіз ба? Соның артынан жаздапам ауылда деп кетіп қалмаймын. Кетіп қалмаймын, ол өзіне мен өзіме жауап береді. Таза ма? Так, анау бұрылады екен. BMW бұрылады екен. Жай басын тығамыз тағы да. Оның артындағы машина ше? Ол тіке кетеді екен. Бұрылады екен. Кеттік, жүре береміз. Газ. Қаштық. Екке асықпаймыз. Енді қараңыз, мынау алдымызда Санта Фе бар ғой. Бүйтіп оңға қарай бұрылып кеп біздің алдымызға түсті ғой. Осымен екеулеріңіз ортаңғы полосаға таласып қалсаңыздар, кім-кімді өткізеді? Мен оны өткізем. Молодец. Түсінікті ғой да? Солға поворотник қосамыз, сол айнаға қараймыз. Асықпаймыз. Оң жақта элантрана байлаңыз. Әні шығып келе жатыр. Ай, красавчик бала отыр ғой ішінде. Человек-паук қой, капюшон басып киіп алған. Поворотнигін қосты ма, қоспады ма, көріп үлгерген жоқ, бірақ шығып кетіп салды. Қосқан жоқ па? Асықпаймыз, жетіп тоқтаймыз екі доңғалағына. Екі доңғалағын не үшін көріп тұру керекпіз? Тағы? Қандай жағдайда, мынау автокөлік алдымызда бұзылып қалған жағдай болса, айналып өту үшін керек. Екі доңғалақ қандай жағдайда қысқартуға болады? Және де бұрылыстар кезінде, яғни қазір сәл жақын тұруға болады екен. Бірақ Гаухардың дұғы жетпей деген жақын тұруға. Тұрамыз да жақын? Тұрмаймыз да. Тұрайықшы ат жақын чуть-чуть. Болып бәрекелді. Эх, Гаухар. Гоха, с тобой так плохо деп қойсаң. Әзіл ғой, әзіл. Кеттік. Біреміз газ беріп ортаға шығамыз, асықпаймыз. Жақындай береміз, асықпай, алға қарай. Қарама-қарсы өткізуді ұмытпаймыз. Жай, жүре беріңіз, көрінбей тұр мағында. Таза ма? Кеттік, қаштық екінші полосаға. Асықпаймыз. Оңға поворотник қосамыз, перестроение оңға. Оң айнаға қараймыз, таза ма? Шыға береміз оңға қараймыз. Мамаша Года келіп жатыр. Абайлаңызшы. Көрдіңіз ба?
өшіріңіз поворотникті, жүре беріңіз. Жолдың ортасымен кетіп бара жатыр ғой. Мына жерге де бір пешеход керек сияқты ғой, походу. Аварийка қосамыз. Тоқтаймыз. Сіз енді айдап жүрген адам болса, бордюрға жүргізіп жүрген адам болса, бордюрға қатты тақаудың қажеті жоқ, қарашы. Так, қазір енді былай жасаймыз. Мен сізді 2 кругқа жіберемін. 2 круг менсіз айналып қайтасыз да, 3-ші круг мені алып кетесіз. Мен далада тұрам, тоңдырып тастаған гүлім деп ше. Түсініңіз ғой да? Түріңіз грустный болып кетті ғой, мен сізді жіберем дегенде. Мысалы, күшті настроениемен барсаңызшы, иә? Ешкіммен ұрыспай, прическаңыз айқайлап кетпесін бір поворотта. Спокойно, аман есен барып қайтыңыз. Бақыттысыз ба? Бақытты. Түсе берейін ба? Міне менсіз кетіп бара жатыр. Ал сәттілік сізге. Ал бисмиллахи-рахмани-рахим. Асықпай, ешкімді қыспай, поворотты өтіп кетіп, нұрлы жолма бір жаққа кетіп қалып жүрмеңіз, Павлодарға билет алып. 2 круг, мен сізді қарап отырам. Сәттілік, аварийканы сөндіреміз. Ал достар, мінекей менің оқушым Гаухар. Сәттілік тілеп қояйық. Менсіз бұрылыстарды жаттығуға кетті. Ертеме кешпе бәрібір мен автокөліктен түсетін едім. Сол себептен осылай жібереміз. Менің жеке методикам. Мінекей достар, аздаған уақыт өткеннен кейін Гаухар қайтадан өз автокөлігінде бұрылыстарды жасап келе жатыр. Мен тұрған көше Астана қаласында, Байтұрсынов көшесі, Аманжолов, Нажмидинов және Нұрмағамбетов көшелерін айналып келе жатыр. Мінекей қазір жақыннан көретін боламыз оқушымызды. Сәттілік тілеп қояйық. Мінекей Hyundai Accent автокөлігі. Гаухар деп мощный поддержкамен кетті. Ары қарай осымен 2-ші кругқа кетті. Бір Формула 1-дің водительдері болса басып кетіп бара жатыр, Аллаға шүкір. Қазір енді 2-ші кругты келгеннен кейін мені алып кетеді. Аздаған уақыттан кейін, Құдай қаласа. Ал достар, келе жатыр. 2-ші круг өз мәресіне жетті. Мінекей поворотнигін қосты. Аварийкасын қосты. Қалай? Поға қойыңыз, пока демалып алыңыз. Бір минут демаламыз, сосын барып жүреміз. Жақсы ма, ешкім мешать етпейді, ешкім замечание айтпайды. Рахаттанып барып қайттыңыз ба? Қандай косяктар болды? Шыныңыз айтыңыз. Шынымды айтам, болған жоқ. Бәрін күшті істедіңіз ба? На удивление, мен өзім ойлағам, 2-ші поворотқа түспей қоям ба деп. Ничего, асықпай, оказывается, түсінген маншет. Негізінде мен түсіп қалғаннан кейін сізде өзіңізге ғана жауапкершілік болады да, уже ответственность сізде ғана болады ғой. Содан кейін былай айтқанда өзіңізге соберись деп айтасыз ғой, сіз көрдіңіз ба? Сол үшін жиналдыңыз да, Аллаға шүкір, аман есен тапсырдыңыз. Құтты болсын, шапалақ, бәрекелді. Зачет жабылды, солға зачет жабылды. Енді бізде развороттардың зачеті қалды. Сонымен маршрут, парковка, сонымен Қазақстан жалауын бүйтіп қолыңызға ұстатамын да алға деп жіберем. Қарша?